Достар, енді Каспий KZ'те ең жақсы өткен тауарлар бір айдың ішінде топ 100-дігіне қараймыз мына жерден. Бұл қай жерден алынды? Бұл Каспий KZ тарапынан біздерге жіберіліп отырады. Әр айдың соңында осындай PDF форматта документ келеді. Ең жақсы өткен тауарлардың категориясына жібереді біздерге міне. Міне, например, топ 100-дік категорияға сентябрь айындағы сатылым бойынша мәліметтер мынау. Жалпы саны берілмейді, точный саны ол берілмейді әрине. Ол секрет сақталынады. Мына жерде категорияларының өзінен де біліп алуға болады өзі. Достар, көп нәрсені. Міне, 1 уровеньнан 3 уровеньға дейін көрсетіліп өтілген бөрде категориялар. Енді қараңыз, мысалға телефон и гаджет бірінші орында тұрды, оның ішінде смартфон бірінші орында тұрған екен. Компьютерлар категориясынан ноутбук бірінші орында тұрған екен. Компьютердің категориясына. Екінші категорияда дегенім, компьютер тұрған екен, оның ішінде ноутбук тұрған екен. Үшінші категория, үшінші орында, үшінші топта телефон и гаджеті дейді, оның ішінде смарт часи жерінің категорияларда тұрған екен. Автотовары, шини, легкий, внедорожный автомобили дейді. Осының мына турасына қарап шыға берсеңіздер болады, достар. Наушники, гарнитуры, мына категорияның ішінде, мынау бытовая техниканың ішінде 7-ші орында тұратын холодильник жақсы өтеді екен. Бытовая техниканың ішінде стиральный машина 8-ші орында тұрған екен міне. Строительство и ремонт, фильтр для воды деген жақсы өтіпті міне. Осыны біліп көп мәліметті алып алуға болады да, сонда біздерге шешім қабылдауымызға оңай болады. Қане не сатсақ болады екен? Мыналар значит жақсы өтіп тұрды, мына категорияларға кіруім керек, мынандай товарлар қосуым керек дегендерге болады, достар. Енді қазіргі уақытта ограниченный товарларда бар, мысалға смарт часи, смартфон дегендерге біздер қазіргі уақытта бұрыннан сатып келе жатқан адамдар сатады оны. Қазір жаңадан кіріп отырғандар уже мынаған ограниченный категориялар бар. Қазіргі уақытта мына категориялар бойынша ограничение бар. Достар, жалпы осыны поштаңызға келген уақытты міндетті түрде қарап шығыңыздар, бәрін. Қайсы категориялар бойынша күшті сатылымдар болып жатыр. Түсінікті болды деген ойдамын осы сабақ. Сонымен сабақты аяқтаймын, достар.